Өткен жылы елімізде бірнеше оқушы жатағым өкілдерінің видеоларын әлеуметтік желіде насихаттағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылып, бас бостандығынан айырылды. Қоғамды дүр сілкіндірген оқиға ата-аналар үшін оңайға соққан жоқ. Алайда орын алған жағдай бізге қауіпсіз мектеп жобасының маңызды екенін көрсетті. Себебі қауіпсіз орта жеткіншектердің идеологиялық иммунитетін нығайтады. Бүгінгі таңда жас ұрпақтың сапалы білім алып, еркін әрі қауіпсіз ортада өсіп жетілуі үшін елімізде қауіпсіз мектеп жобасы жүзеге асырылып келеді. Жобаның мақсаты мектеп оқушыларының денсаулығы мен өмірін қорғау, құқық бұзушылықтың алдын алу, оларға қолайлы әрі қауіпсіз білім беру ортасын құру. Сонымен қатар аталған жоба ата-ана мен ұстаз тарапынан жеткіншектерге дұрыс бағыт-бағдар беруді, діни және құқықтық сауаттылықты арттыруды, интернет кеңістігіндегі қауіпті контенттен қорғау жұмыстарын жүйелі жүргізуді көздейді. Жаңа жоба аясында мектептерде қауіпсіз интернет, жолда жүру ережесі, баулингтің алдын алу сияқты түрлі шаралар өткізіліп келеді. Мұндай іс-шаралар балаларды жауапкершілікке, сақтыққа үйретіп қана қоймай, ата-ана мен мұғалім арасындағы ынтымақтастықты нығайтады. Яғни қауіпсіз мектеп жобасы тек қана оқушылардың емес, бүкіл қоғамның игілігіне бағытталған маңызды бастама. Әрбір ата-ана мен ұстаз осы іске белсене араласса, балаларымыз үшін шын мәнінде қауіпсіз әрі жайлы орта қалыптасатыны сөзсіз.